Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін 5 айына айраннан осындай жарты сағатта тіске басар дайындадым. Және сол рецептпен сіздермен де бөлісетін боламын. Ол үшін бізге айран, 2 жұмыртқа және үккіштен өткізілген сыр қажет болады. Үлкен ыдысымызға айранды құйып, 2 жұмыртқаны қосамыз. Және барлығы біркелкі болып көпіргенше әбден араластырамыз. Одан кейін үстіне жаңағы үккіштен өткізілген сырды қосып, тағы да араластырамыз және тұзды қосып, барлығын араластырып дайындап аламыз. Енді үстіне ұнды қосып отырып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болу керек және қолға жабысқыш болады. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Өте тез дайындалады және дәмі өте керемет болып шығады. Міне 2 жағын ұнды сеуіп отырып, қамырымызды тағы да иінін қандырып, әбден илейміз. Одан кейін 2 жағына майды жағып, және 2 бөлікке бөлеміз. Одан кейін оқтаудың көмегімен нанды жазатын боламыз. Міне орташа қылып нанды жазып, одан кейін бірнеше бөлікке бөлеміз. Міне барлығын осылай қылып бірнеше бөлікке бөліп дайындап аламыз. Одан кейін қызып тұрған табадағы майға 2 жағын аударып отырып, қызартып қуырып аламыз. Міне дайын болды, енді майға қуырып жатырмыз. Міне осылай қызартып қуырып аламыз және ыстық күйінде қаймаққа батырып жесеңіздер өте дәмді болады. Ас болсын.